Құрметті қазақстандықтар, мен сіздерді шын жүректен мына кеп қалған көктемнің мейрамымен, Қазақстанның бірлік күнімен шын жүректен құттықтағым келеді. 1 мамыр бәрімізге маңызды. Сондықтан да мен сіздерді осы күнмен арнайы құттықтаймын. Сондай-ақ осы құттықтауды тағы да арнайы біздің Қызылорда облысының тұрғындарына жолдағым келеді, өзімнің құрметті жерлестеріме. Бізге бұл мейрам өте маңызды. Біз білеміз, қазақ қашанда көптеген дүниені бірлесіп жеңген. Себебі қазақтың бір жақсы сөзі бар, бірлесіп көтерген жүк жеңіл болады деген. Сондықтан да біз оны әрдайым білуіміз қажетпіз. Өздеріңізге белгілі, сонау 1 наурыз күні 1995 жылы Қазақстан Халқы Ассамблеясы құрылған болатын. Бұл Қазақстан Халқы Ассамблеясының құрылуы біріншіден біздің тұңғыш президентіміз елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың идеясы болған. Сондықтан да бұл идея бүгінгі таңда өзінің жемісін көрсетті. Біздің елімізде бір шаңырақтың астында бүгінгі таңда түрлі этнос өкілдері бір отбасыдай тұруда. Себебі біз білеміз, біз барлығымыз да осы қазақстандықпыз. Сондықтан да бізге бұл мейрам өте маңызды. Енді айтайын дегенім, алдарымызда тағы да қуанышты күндер көп болады. Және де біз оны білуіміз қажетпіз. Және де біз бүгінгі таңда осы пандемияны, коронавирусты тек қана бір дүниемен жеңе аламыз. Бұл біздің бірлігіміз. Сондықтан да тек қана бірлігіміз арта берсін. Құрметті ағайындар, мен сіздерді шын жүректен осы бірлік күнімен құттықтаймын.